Bir söz var eкен, қазақта 40 жыл қырғын болса да ажал келген өледі. Міне иман, міне ақида. Біздің ата-бабаларымыз да осының бәрін меңгерген. Кешегі Ұлы Отан соғысында да ең бірінші сапта біздің бабаларымыз жүрген. Bir өңірде бір ақсақал айтып берген еді маған. Бізді бірінші шепке қояды дейді. Сөйтіп, жаңағы орекеңдер біздің артымызда тығылып жүреді дейді. Олардың есебі бойынша өлсе қазақ өлсін, бірақ біз тірі қалып кетейік. Біз қасқайып келе жатқан кезде олар бұғып артымызда тығылып келеді дейді Құдайдан. Құдайдың құдіреті дейді, қарсы жақтан оқ атылып дейді. Сөйтіп мына екі қабырғаның, екі шемшек дейді ғой, екі қабырғаның ортасынан оқ аккуратно өткен ғой Құдайдан. Еш нәрсеге тиместен аккуратно өтті дейді, менің артымда келе жатқан орекеңнің басы жарылып кетті дейді. Сол қайтып кетті дейді. Жаңағы ақсақал көрсетейін ба, мына жерде шырамым бар деп, қойба көрсетпей ақ қойыңыз дедім. Субханалла.